Бисмилля, самсамыздың қамырына ұнымызға жұмыртқамызды қосып, салқын су мен тұзымызды араластырып, қатты қамыр илеп аламыз. Қамырымыздың ұюы қану үшін жарты сағатқа тоңазытқышқа салып аламыз. Келесі кезекте қамырымызды жұқалап жайып, сары майымызды ерітіп, арасында жағып аламыз. Қамырымызға майымыз сіңу үшін 1 сағатқа тоңазытқышқа қалдырамыз. Тестаға майы сіңіп дайын болғанша фаршымызды дайындап аламыз. Қамырымызды осындай бөлшектерге бөліп, домалақтап, түйуге дайындаймыз. Ал қыздар, біздің осымен самсамыз дайын болды. Пайдасы тисе өте қуаныштымын. Ас болсын.